Ресей әрқашан оңтүстік Курил аралдары. Екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижелері бойынша КСРО құрамына кіргенін және тиісті халықаралық құқықтық дизайны бар Ресейдің егемендігіне күмән тудырмайтынын мәлімдеді. Сонымен бірге Ресей тарапы 1956 жылғы бірлескен декларацияны КСРО жоғарғы кеңесі ратификацияланған құжат ретінде таниды. Жапония барлық аралдарды талап етеді және бейбіт келісімге қол қою арқылы осы аумақтарға Жапон егемендігін тану туралы шешім шығарады. 2018 жылғы 12 қыркүйекте Ресей президенті Владимир Путин Жапониямен жыл соңына дейін алдын ала шарттарсыз бейбітшілік келісіміне қол қоюды ұсынды. Бұл құжатты жасасу мәселесі екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан бері талқыланып келеді. Келісімге қол жеткізудің негізгі кедергісі Курил архипелагының оңтүстік бөлігіндегі бірнеше аралдардың айналасындағы дау. Итуруп, Кунашир, Шикотан және кіші аралдары барлығы Сахалин аймағында. Жапонияда оларды солтүстік аумақтар деп атайды. Курил архипелагы Камчатка мен Хоккайдо аралы арасындағы аралдар тізбегі. Бастапқыда оларды айну тайпалары мекендеді. Курил аралдары туралы алғашқы ақпаратты жапондар 1635-1637 жылдардағы экспедиция кезінде алды. 1643 жылдары Мартин де Фриз бастаған голландиялықтар зерттеді. Алғашқы орыс экспедициясы 1697 жылы Жотаның солтүстік бөлігіне жетті. 1786 жылы Екатерина II-нің жарлығымен Курил архипелагы Ресей империясының құрамына кірді. 1855 жылы 7 ақпанда Жапония мен Ресей Симот трактатына қол қойды. Оған сәйкес Итуруп, Кунашир және кіші Курил жотасының аралдары Жапонияға кетті. Ал Курилдің солтүстік бөлігі Ресейдің бақылауында болды. Сахалин бірлескен меншік деп жарияланды, бөлінбеген аумақ. Алайда Сахалиндегі қос билік орыс және жапон көпестері мен теңізшілері арасындағы қақтығыстарға әкелді. Тараптардың қайшылықтары 1875 жылы Санкт-Петербургтың аумақтарды айырбастау туралы келісіміне қол қою арқылы шешілді. Оған сәйкес Ресей Жапонияға барлық Курил аралдарын берді. Ал Жапония Сахалинге қарсы шағымдардан бас тартты. 1905 жылы 5 қыркүйекте Орыс-Жапон соғысының нәтижелері бойынша Портсмут бейбіт келісіміне қол қойылды. Оған сәйкес Сахалиннің бір бөлігі 50-ші параллельден оңтүстікке Жапонияға өтті. Екінші дүниежүзілік соғыс мұрасы. Ялта конференциясында Еуропадағы соғыстың соңғы кезеңінде Гитлерге қарсы коалиция мемлекеттерінің басшылары Жапониямен бірлескен соғыс жоспарын жасады. Содан кейін империялық армия жеңілгеннен кейін Курил жоталарының барлық аралдары КСРО-ға кетеді деген шешім қабылданды. 1945 жылы 9 тамызда Кеңес армиясы қиыр шығыста әскери жорық бастады. Оның құрамына Курил қону операциясы кірді. Нәтижесінде барлық аралдар босатылды. Соғыста жеңілгеннен кейін Жапония сөзсіз тапсыру актісіне қол қойып, 1945 жылғы 26 шілдедегі Потсдам декларациясының шарттарын қабылдады. Жапон егемендігі Хонсю, Кюсю, Шикоку және Хоккайдо аралдарымен, сондай-ақ Жапон архипелагының кішігірім аралдарымен шектелді. Барлық Курил аралдары КСРО жоғарғы кеңесі президиумның жарлығымен Кеңес одағының құрамына кірді. 3 жыл ішінде Жапон халқының көп бөлігі Хоккайдоға жер аударылды. Қырғи қабақ соғыс кезінде Мәскеу аумақтық проблеманың бар екенін ресми түрде мойындамады. Ал Токио саясат пен экономиканың бөлінбеушілік принципін ұстанды. Бұл Жапония КСРО мен кең ауқымды сауда-экономикалық ынтымақтастықты арал төңірегіндегі дауда жеңілдіктер алғанға дейін жүзеге асырмайды деп болжады. Кеңес тарапының аумақтық проблеманың бар екенін мойындауы 1991 жылы сәуірде КСРО президенті Михаил Горбачевтың Жапонияға ресми сапарлары кезінде орын алды. Ресей президенті Борис Ельциннің Жапонияға сапары кезінде бұл мәселенің бар екендігі Токио Ресей-Жапон қатынастары туралы декларациясында расталды. Онда тараптар Итуруп, Кунашир және Хабомаи аралдарының тиесілігі туралы келіссөздер жүргізгені және тарихи және заңды фактілерге сүйене отырып және әзірленген екі жақты құжаттар
Сондай-ақ, заңдылық пен әділеттілік қағидаттары негізінде бейбіт шартты тезірек жасасу мақсатында келіссөздерді жалғастыруға келіскендер айтылған. 1997 жылы қарашада Борис Ельцин мен премьер-министр Ютаро Хашимото 2000 жылға қарай Ресей мен Жапония арасында бейбітшілік келісімін орнатуға бар күшін салуға келісті. 1998 жылдың қаңтарында екі елдің сыртқы істер министрлерінің басшылығымен бейбітшілік шартын жасасу жөніндегі комиссия құрылды. Борис Ельцин Жапония премьер-министрі Кейдзо Абутидің Мәскеуге сапары барысында Курил мәселесін шешу туралы өзінің көзқарасын білдірді. Ол, оңтүстік Курил аралдарында екі жақтың заңды ұстанымдарына нұқсан келтірместен бірлескен экономикалық және басқа да қызметке жағдай жасауды ұсынды. Сонымен бірге, Ресей тарапы бейбітшілік, достық және ынтымақтастық туралы екі жақты келісімге қол қойылғаннан кейін аумақтық проблема бойынша жеке келісім жасасуға шақырды. Сапар қорытындысы бойынша қабылданған Ресей Федерациясы мен Жапония арасында жасампаз серіктестік орнату туралы Мәскеу декларациясында тараптар 2000 жылға қарай бейбіт шарт жасасу үшін бар күш-жігерін салуға деген шешімін растады. Мәселені 2000 жылдардың басынан бастап шешуге тырысу Ресей президенті Владимир Путин мен Жапония премьер-министрі Йосиро Мори Токиода бейбітшілік туралы келісім туралы бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Ол барлық келісімдерге, соның ішінде Токио мен Мәскеу декларациясына сүйене отырып, Итуруп, Кунашир, Шикотан және Хабомай аралдарының меншігі туралы мәселені шешуге ниет білдірді. Тараптардың келіссөздер процесін тездетуге және бейбіт келісім жасасуға деген ұмтылысы 2001 жылы 25 наурызда Владимир Путин мен Йосиро Мори арасындағы келіссөздерден кейін қабылданған Иркутск мәлімдемесінде тағы да байқалды. 2003 жылғы 10 қаңтарда Ресей Федерациясына сапары барысында Жапония премьер-министрі Дзюньитиро Коидзуми бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Онда тараптар мүмкіндігінше тезірек бейбіт шарт жасасу туралы жігерлі келіссөздер арқылы шешімді растады. 2013 жылғы 29 сәуірде Владимир Путин мен Жапония премьер-министрі Синдзо Абэ арасындағы Мәскеудегі келіссөздерде тараптар екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін 67 жыл өткен соң Ресей мен Жапония арасында бейбіт келісім жасалмаған жағдай қалыпты емес деген бірлескен мәлімдеме қабылдады. Мәскеу мен Токиода бейбіт келісім бойынша консультациялардан 2 раунды өтті. Келіссөздер өтетін бөлшектер жарияланбады. Алайда 2014 жылдың 9 мамырында Жапония үкіметі Украинадағы жағдайға байланысты консультацияларды тоқтатты. 2012 жылдың наурызында Ресей премьер-министрі Владимир Путин аумақтық мәселе бойынша қолайлы ымыраға келу керек деді. 2016 жылдың мамырында Владимир Путин мен Синдзо Абэ екі жақты мәселелерді шешудің жаңа тәсілін келісті. Ресей әрқашан оңтүстік Курил аралдары екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижелері бойынша КСРО құрамына кіргенін және тиісті халықаралық құқықтық дизайны бар Ресейдің егемендігі күмән тудырмайтынын мәлімдеді. Сонымен бірге, Ресей тарапы 1956 жылғы бірлескен декларацияны КСРО жоғарғы кеңесі ратификацияланған құжат ретінде таниды. Жапония барлық аралдарды талап етеді және бейбіт келісімге қол қою арқылы осы аумақтарға Жапон егемендігін тану туралы шешімді байланыстырады.